Мынандай сұрақта мен осы аңшылықпен шамалы нететін хоббиім бар еді. Жақсы. Енді осы жақында намаз бастаған. Бұл енді харам бола ма, болмай ма? Бұл енді адамгершілікпен қарап отырсаң, жеп отқан наның бәрі үйде бар. Магазинде бәрі бар. И барып даладан барып аң аулап, оны жеген харам ба, харам емес па, шамалы. Жақсы. Бармай жатыр да. Жақсы. Жақсылап естіңіз, аңшылықтың шарттарын айтып беремін. Аңшылық ер азаматқа үйде тамағы болса да, тамағы болмаса да жақсы дүние. Ер адамның бір мезгіл табиғат аясына шығып, бала шағасын жетектеп, үйдің әйелдің қасында жәнін жемей, өзімен өзі аңшылықта, табиғатқа, Алланың көрсеткен ұлы нығметтеріне шомылып келуі өте жақсы нәрсе. Тек қана шарттары бар. 3 шартты біз аңшыға қоямыз. 3 шартты оның итіне, ит салатын болса итіне қоямыз. 3 шартты оның атылған аңға қоямыз. Яғни 15 шарт, 6-9 шарт деп айтылады. Кейбір риwаяттарда, кітаптарда 15 шарт қалып барады. Енді мен негізгісін санап беремін. Қазір толық ең негізгі шарты біліңіз, аңшылық жасайтын барлық азаматтар естеріңізде сақтап, осы нәрсені ұстаса екен деймін. Өйткені көп жағдайда біз аңшылық емес, браконьерлік өтіп кетеміз. Ең бірінші, аңшы адамға мемлекет тарапынан, тұрған еліңіз тарапынан сізге рұқсат болу керек. Яғни аңшылық куәлігіңіз болу керек. Аңшылықтың не екені, қандай ережесі бар, қандай құқықтық нормативтік құжаттарға сүйене отырып аңшылық жасайсыз. Сіздің аңшылық жасауға толық рұқсатыңыз, төлемдері барлық жасалған болу керек. Бұл бір. Екіншісі, ататын дич дейді, сол дичіңіздің лицензиясы болу керек. Яғни тиеселі қаражаттары төлену керек. Неге? Өйткені кім көрінген ата берсе, кім көрінген табиғатымызды аялап, ата-бабамыз бізге жеткізіп берген, тиісті кезінде нәпсісін тиіп, тиісті кезде өзін ұстап, аңшылыққа шыққанда аңшылықтың шартын бұзбастан, бізге аңды қырып жоймастан, кешегі сайын даламызда бас аяғы қалмай қалған киіктердің өзін жоғалтып барып әрең есіміз жинадық. Сондықтан осындай болу керек. Одан кейін мұсылман адамның шартында бисмилля, Аллаху бисмилля сөзімен атасыз, Алланың атымен. Бисмилля сөзіңіз ойыңызда болуы да шарт. Яғни аузыңыздан шықпай қалса, ойыңызда тұруы керек. Бисмилля деп атамдап, қай аң болса да. Одан кейін адал болған аңды атасыз. Егер өзіңізде ет тоқшылық болып, үйіңізде ет тасып жемей, далаға мұсырға шығып жатса, онда жағдай жоққа берсеңіз жақсы болады. Бірақ табиғат аясына шығып, бір мезгіл жақсы өзіңізді тәрбиелеу бұл дұрыс нәрсе. Ит салатын болсаңыз, итіңіз үйретілген, бисмилля деп оны жіберетін боласыз. Және ол келгенше сіздікін жеп қоймау керек, судың ішіне түсіп, судың ішіне арам өліп қоймау керек. Мысалы айтайық, сіз аттыңыз киікті, мысалы ол арықтағы суға түсті да, судан буыны бөлсе, тұншығы бөлсе, ол адал болмай қалады. Келген кезде тірі болса, бауыздауды ұмытпағайсыз.